Сәлеметсіздер ме? Мен Талғар агробизнес және менеджмент колледжінің электрмен қамтамасыз ету кафедрасының арнайы пән оқытушысы Гүлнұр Зәкірқызы. Бүгін электрмен қамтамасыз ету пәнінен электр қондырғылары, құрылғылары, соның ішінде АПВ құрылғысына тоқталамыз. АПВ құрылғысы автоматический повторный включение, яғни қазақша электр тоғын қайта қосқыш қызметін атқаратын құрал. Бұл құралдың жұмыс жасау уақыты 5 секунд пен 25 секунд аралығында ғана жүргізіледі. Бұлар құрылысына қарай бірінші реттік, екінші реттік және үшінші реттік болып бөлінеді. Яғни однократный, двукратный, трехкратный деп аталынады. Релелік қорғаныс сабағынан біз барлық электр құрылғыларының 1000 вольтқа дейінгі және 1000 вольттан жоғарғы аппараттарға бөлінетін білеміз. Ал бұл құрылғы 220 киловольт әуе желісіндегі электр қондырғыларды және тұтынушыларды асқын кернеуден, қысқаша тұйықталудан сақтайтын құрылғы. Құрылғы қалай жұмыс жасайды деген сұраққа жауап беретін болсақ, әуе желілеріне әсер ететін атмосфералық жағдайлардың туындауынан, сыртқы күштен болатын апаттық жағдайлардың қысқаша тұйықталуға әкеп соғатынын ескеретін болсақ, балалар, естеріңде ме? Дауылды күндерде, найзағайдың әсерінен, қатты жел тұрған кезде бірер уақыттарда электр тоғының сөніп қалып, қайтадан жұмысқа қосылатынын. Осы кезде сезімталдығы өте жоғарғы АПВ құрылғысы, яғни автоматты қайта қосу құрылғысы жұмысқа іске кіріседі екен. Ол тоқтың жұмысын тоқтатып, бірнеше секундтар күтіп, электр тоғын қайта іске қосады. Яғни сыртқы атмосфералық дауыл болғанда, жел болғанда, электр желілеріне ағаш бұтақтарының тиіп әсер етуі, немесе желілердің қатты желден бір-біріне жанасуы қысқаша тұйықталуға әкеп соғады. Сезімталдығы өте жоғарғы АПВ құрылғысы осы кезде іске қосылып, электр тоғының жұмысын тоқтатып, бірер секундтар күтіп, қайта іске қосады екен. Егер осы кезде электр тоғы қалыпты жағдайға келіп, өз жұмысын жалғастырып кетсе, АПВ автоматты қайта қосқыш құрылғысы тоқтайды, өз жұмысын тоқтатады. Ал бірінші реттік қосылған кезде тоқ бағытына қарама-қарсы доғалық бағыттың бар екенін сезсе, екінші реттік қосылуын күтеді. Осындай жағдайда үшінші реттік электр құрылғысының қайтадан үшінші реттік кезегіне жол берілетін болса, онда бұл кезде сыртқы күштің, яғни жұмысшы күшінің қызметіне жүгінуге тура келетін сигналдық белгіні операторға, қосалқы станцияларда болатын операторларға белгі беру арқылы жолданады екен.